Әкем мен анам қонақ шақыру үшін әрқайсысы бөлек-бөлек қонақтар тізім жасады. Әкем тізімде 12 адам, анам тізімде 15 адам. Бірақ екеуінің де тізімде 8 адам аты қайталанады екен. Әне қараңыз. Әкемнің 12 адам жасақ, оның алғашқы 8 делік. Анамның 15 адам жасақ, оның да алғашқы 8. Бұлар бірдей адамдар. Оларды екі рет есептемес үшін біреуінде ғана санайым, екіншісінде оларды санамайым. Яғни мына 15 адам болса, мынарда 15 адам болса, мынарда 12-нің 8-ін санамайым, қалған 4-ін санаймын. Сол кезде 19 орындайында керекпін. Ол жиындар былай есептеледі. 15-ке 12 қосылады да, мынау екеуінде де саналып кеткендіктен бір рет азайтылу керек. Сол кезде 15 қосу 12 27, азайтамыз 8 19 шығады. Дәл солай, бірақ мынау шартпен берілген. А жиынында 13, Б жиынында 15 элемент бар екен. Екеуінің қиылысқан деген сөз, екеуіне де кіретін жетеуі бар. Мынада да жетеу, мынада да жетеу бар. Екеуінде бірдей жетеулер. Сондықтан мен екеуін қосып, 7-ні азайтсам, сол екі жиынның бірігуі шығады. А жиында барлығы 13, Б жиында барлығы 15, екеуінің қиылысында жетеу болса, мына 13-тен 7 азайтыңыз, мынадақта 6. 15-тен 7 азайтыңыз, мынарда 8. Яғни мына 13-ке апарып 8-ді қоссаңыз 21. Мына үлкен, жауап ба. Келесінде 27-тен мынарда 0 бүтін периодта 9 деген сөз, 9-9, яғни ол 1. 27-тен 25-ке 25-тен неше қосқанда 1 шығады. 1-ден 27-тен 27. Әрине 27-тен 2 қосу керек. Өйткені 25 қосу 2 27, 27-тен 27 бөлсек 1 шығады. А 2-ке тең болса 2-мен 2 қысқарады, мынаның жауабы 3-ке тең. Мынарда 5-ті 10-ға айналдыру үшін 2-ке көбейтіңіз, үстінде 2-ке көбейтіңіз. Сол кезде мынау 10-нан 8 қосылған 10-нан қанша? 1 шығады. 1 деген 10-нан 10. Яғни 8-ге 2 қосқанда 10 шығады. Б 2-ке тең, 2-мен 6-ны қысқарайық. 3, 8-ді 3-ке бөлсек 2 бүтін 3-тен 2. Мына 3 үлкен. Жауап А. Біздің сыныпта 30 оқушы бар. Және олардың жастарының қосылысы 359 жыл. 30 баланың жастарының қосылысы. 5 жыл бұрын 30-дың әр қайсысынан 5 жыл азайтылады. 30 баланың әр қайсысынан 5 жыл азайтылады. Сол кезде 30-ды 5-ке көбейтсем 150 жыл азайту керек. 5 жыл бұрын біздің сыныптағы сол 30 оқушының жастарының қосылысы неше жыл еді? Яғни 359 жылдан 150 жылды азайтсаңыз, өйткені әр баладан 5 жастан 30 жердегі 5 150 болады. 209 жас болады, немесе 209 жыл болады. 3-ке де 5-ке де бөлінетін ең кіші 2 таңбаланы туралы сан. 3-ке де 5-ке бөлінетін ол 15. Ең кіші 2 таңбалы туралы сан. Соның квадратынан, квадраты 225. Жұпта жай болатын натурал санның квадратын азайтсақ. Жұп жай сан. Жай сандар тек бірге өз-өзіне бөлінеді. 2, 3, 5. Жұпта жай болатын жалғыз жай сан, ең бірінші, ең кіші жай сан ол 2. Себебі басқа жұп сандар, олар құрама болады, жай болмайды. Олар тағы бір нәрсеге бөлінеді. Осының квадратын, 2-нің квадраты 4-ті азайт дейді. Сол кезде 221 шығады. Әрине, мына жағы үлкен, жауап Б.